Нормально ақша жатыр. Каждый день 28 тұрады мынау. Бір бампер ма? Иә, ойлай өзіңізші. Еркебұлан тоқтар деп. Каждый Өзбекстанға барған сайын сөйте береді. Бұл Кобальттың Еркебұлан тоқтары. Красавчик, кәсіпкер. Еркебұлан өзі бізге қашан келді? Августте 5-ші потокқа жазылды. Августте сен Рауанмен бірге оқыдыңдар сендер. Августте оқыған негізі Рауанмен бірге. Бірақ Еркебұланның бір ерекшелігі бар. Қандай ерекшелік айтайын ба? Просто мастер-классқа келеді да, мастер-класста отырып 20 мың теңге төлеп келді. Қанша миллион тартып кетті инвестиция? 25 миллион тартып. 25 миллион сол жерде отырып тартып кетті сообщениемен. Иә. Бір сообщениемен. Кешке звондады ғой содан кейін. Сразу ма? Ақша дайындады ғой. Ойлаңыздар, енді бұл өтірік нәрсе емес. Бұл жігіт енді мысалы процесін көрсеңіздер болады. Чингметте орналасқан қай жер мына жер негізі? Алпысбаева деген көше ғой. Алпысбаева? Кеше не деп айтады негізі? Қатыңғы бір жақта. Автомаркет деген новыйдан ашылған базар ғой. Автомаркетке келіп қолдап кеттіңіздер негізі. Мына жерде машинаңды алып келесің. Заты да осы жерде, установкасы да осы жерде, бәрін өздері салып береді, пожалуйста. Негізі максимально қазір қанша миллион инвестиция тарттың енді? Маған 50 миллионға келді, мен отказ бердім бірақ ше. Уже оборот жетеді менде. Өзің масштабқа шығып алдым, мощный оборотқа кіріп алдым. Клиент поток жинап алдым. Ай сайынғы саудан өзім планыма қойып алдым. Инвестицияға шықтың ғой үшін. Өз ақшасын уже инвестор көрдіңіздер ма? Инвесторсыз, иә. Басында инвестиция тартты бір рет, ары қарай уже инвесторсыз, уже инвестициямен жұмыс жасап жатыр. Саудасы 2x, 3x, даже неше x деп айтқансың видеода? 5x болды ғой. 5x-ге дәлелдеп бере аламын ғой. Аллаға шүкір. Сіздерге де сондай сауда керек болса, давайте жазыңыздар астына комментарийға. Кім любой бизнес қой, кез келген бизнесті масштабқа шығаруға болады, инвестор тартып. Сол сізге барған кезде мен Аль-Фараби дедім ол кезде. Ол кезде 5 миллион еді саудам. 5 миллионнан 10 миллионға көтерілген кезде. Содан кейін 15 миллион болды. Кеше ноябрьда потолок сол 70 миллионға алып бардық. Машина ма? Қатын көпірде тағы бір магазин бар. Сен тағы екінші точка бар басқа жерде? Қатын көпірде, иә. Ана жер головной, короче. Иә, бұл жер склад. Еще байқадыңыздар ма? Жаңа біз келдік та көрдік. Делегат етіп тастаған командасы бар, уже команда жұмыс жасап жатыр. Мастер-классқа Ермұхан деген ағам тартты ғой. Ол өзі қайда ол? Инвестор болған ол. Сол моментте маған инвестор болды ғой кісі. Қойшы? Иә. Ол негізі бізге келді, иә? Иә, сізге келді. Қараңыздар, мысалы дұрыс инвестиция салу үшін де инвестор маған келіп тұр мастер-классқа. Еркебұланға сол жерде мастер-класста уже инвестор болып кетті да. Енді процесс қандай негізі? Сен бірге келді, ары қарай сен дамып жатқаныңды көрді, өзіне сенімді жігіт екенін көрді да, сол жерде инвестиция салып бастап кетті. Пожалуйста, сіздер қашып жатсыздар. Маған инвестор Қанат мырза тауып берген жоқ. Нақты қадамдарын үйретті, қалай инвестор тарту керек, инвестормен қалай келісу керек, қалай переговор жүргізу керек. Негізі Қанат мырзаның көп айтады, переговормен көп мәселе шешіледі деп. Реально переговормен көп нәрсе шешіледі. Қалай инвестормен дұрыс сөйлесу керек екенін, қалай тарту керек екенін бәрін үйретеді. Сол арқылы сен тартасың. Ал ол дұрыс қадамдарын білмесең, саған ешқандай инвестор келмейді. Нақты қадамдар әрекет жасаған соң келеді. Мощно. Масштаб ұрыватым дейсің ғой. Иә. Алар 29-нан ағам каждый. Ан 60-нан ағам. Мына жерде сендер установкалар жасап бересіңдер ма? Иә, полный өзіміз істеп береміз ғой. Не жұмыстар жасалады сонда мына жерде? Новый салоннан машина келді. Новый машинаға не керек бәрін жасаймыз. Полик, чехол, жаңа накидкасын, ветровигін, хромдарын, Кобальтта істейтін жұмыс көп. Подкрылнигін қызыққан адамға кете береді дальше ше. Спойлер, ана никель заттарын жабыстыра береміз. Короче, Кобальтта қандай машина шығарып бересіңдер? Кобальтта үшін тюнинг қылып, мощный өзіне клиентке ұнайтындай қылып істеп береміз ғой. Ана бағана көріп қалды ана жақта диска, простой дискілерді оны қай кезде салады негізі? Оны қыста салады. Қысқа салатындар, иә? Мынау көбісі титанкымен келеді осындай. Қысқа ананы зимний резинаны соған салып болады да. Ана экономдау үшін ше. Мынаны 4 жылда ақшасын шығарады да дискін ше. Мысалы бір сезонда мынаған 6-7 теңге алады ауыстырып бергенге. 2 сезон ауыстырады ғой бұны. Сол үшін 14 теңге кетеді да 7 мыңнан. Ал ананы сатып алсам менен 55 мыңға. 3 жылда ақшасын шығарады да. 4 жылда. Ауыстырмайды, салып отыра береді өздері. Клиенттің өзі донкраттан алады да, көтеріп өзі сала береді. Сол үшін зимнийға бөлек, жаңа летнийға бөлек. Чингметте қазір Кобальт баяғы Opel болып жатыр екен ғой. Тур сондай болды ғой. Бүкіл Қазақстанда сондай болды.
мықты негізі жақсы машина, өйткені андай багаж үлкен, Иә. маған да ұнайды, арты кең кәдімгідей. Қазақстан бойынша мысалы Hyundai 2000 үшік сатылса, бұл 12 үшік сатылып отыр ғой. Есептегенімізде 500-де көп сатылып отыр ғой. Мықты. Рынокта, иә? Иә, рынокта көп жаулап отыр ғой. Осы бокс сенікі, ана жақта Мынау менікі, ар жақта 2 магазин, артында склад бар. Ол да менікі ғой. В общем, неше квадрат мына жер полный сен алып отқан. Мынаның өзі 70 квадрат, ар жақ 140 квадрат. Мына жерін білмеймін ше, сырттың өзі тағы сондай 70 квадрат қой. Примерно 500 квадратта жұмыс жасап отыр Еркебұлан. Ибой заводқа барамын, цехқа барамын Аха. ғой. бір көргеннен қарыз қалып кете беремін ана Өзбекстаннан ше. Сөйлесесің ба? Бір сөйлескеннен кәдімгідей ше. Переговор жасауды үйреніп алдың деші. Жасап үйреніп алдым кәдімгідей ше. Жатсың ғой, короче, барып поставщиктерді ойлаңыздаршы, инвестор қылып қалай келістірген. Поставщиктер бар ғой, заводтарға барып, заводпен переговор жасау арқылы мына товарларды, яғни реализацияға алып бастап жатыр да. Енді ойлаңыздар, инвестиция тек қана ақшамен келмейді негізі. Товармен, оборудованиемен, осылай дәл Еркебұлан сияқты запчастьмен инвестор тартуға да болады. Сен просто переговор жасауды білсең болды да, мәміле дейді ғой негізі. Сосын көбісі жаңағыдай УТП деген нәрсені даже түсінбейді да. УТП деген мысалға сіз дұрыс ұсыныс бере алсаңыз, отказ бермейтіндей ұсыныс беретін болсаңыз, кез келген завод, поставщик, дистрибьютор бәрі сізбен келісетін болады. Арендалар қанша негізі? 500 мың теңге ғой. Бір неге, Полный бәріне. Общий 500 мың беріп отырсың ба? Жақсы ғой. Қатты қымбат емес екен ғой? Қымбат емес қатты. Өзім мощный келісіп алғанмын ғой негізінде. Бұны да переговор жасап келісіп алдың ба? Дәл солай ғой. Болмаса, ана, нан 30 мың теңге алғанмын ғой нан. Тіпті екінші складын 30 мың теңге алғанмын. Бұл жер енді ашылып жатыр ғой негізі. Жазда ашылды ғой. Жазда. Басынан келгендерден бірі. Баяғы мен Германиядан алып келетін Passat'ым бар еді осындай. Passat'ты көрсетші. Малта бар машина ғой. Мен мощный Passat'ым болған осындай. Дәл осындай B4 Passat'ым болған. Неміске звондап өзім сөйлесіп тұрып алдырғам Германиядан ше. Оның оқиғасы мощный негізі. Сонымен біраз көтерілдім ғой пекарнийдан нан тасып ше.